Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде дара және күрделі сын есім. Бірінші тоғыл кестедегі сөздерді оқы. Дара сын есім: ақ, қара, жасыл, сүйір, үлкен. Күрделі сын есім: ақ ала, қара торы, сары ала. Сын есім дара және күрделі болады. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, көк, қою. Күрделі сын есім екі немесе одан да көп сөзден тұрады. Мысалы, ақ, сары, көк, ала. Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Екінші жаттығу тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Ең алғашқы ұшу құралы қандай болған? Адам баласы ерте заманнан ақ жан-жағына ұшып жүрген құстарға, аспанда қалықтап жүрген бұлттарға қарап, солар сияқты ұшуды армандаған. Ұшу туралы неше түрлі аңыздар мен ертегілер ойлап шығарған. Қазақ ертегілеріндегі ұшқыш кілем де соның бір көрінісі. Адамдар ең алғашқы ұшу құралы ретінде әуе шарын ойлап тапқан. Ол ыстық ауамен толтырылып, сол арқылы көкке көтерілген. Кейіннен дирижабль деп аталатын ұшу құралы жасалды. Ұшу аппараты туралы энциклопедиядан біліп ал, мәтіннің сын есімін тауып, дара және күрделі екенін ажырат. Дара сын есім ерте, ыстық, күрделі сын есімдер ең алғаш. Үшінші жаттығу: жаңылтпаштың қатесін түзеп көшіріп жаз. Ұшақ құсса ұшар, ұшақ ұшса ұзақ ұшар. Яғни бұл жерде құсса деген екі ш болып жазылған. Біз ол жерге біреуін с қылып жазамыз. Құсша болып. Ал екіншісіне ұзақ ұшса деген екі шыны бірдей жазған. Екі ш емес, ұшса деп жазамыз. Төртінші жаттығу: ребусты шеш. Шешуіндегі сөз сын есімнің қай түріне жатады? Сол сөзбен сөйлем құра. Жауабы: қара. Қара сөзі дара сын есім. Сөйлем құрау керек. Арман тақтаға қара. Балалар, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Мен байқаймын, көбі мені тіркелмей қарап шығып кетеді екен. Егер видео сізге ұнаған болса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер.